Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге жеміс-жидекті салат жасаудың жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, пікір жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны да баса кетіңіз, себебі алдағы уақытта менде жаңадан рецепттер шығып тұратын болады. Алдымен алманы алып, оның керек емес жерлерін алып тастап, төрт бұрыш етіп турап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, достар, бұл жерде кез келген жеміс-жидекті қосып салат жасай беруге болады. Мен бір бұрыштықтан ғана жасадым, себебі біздің отбасыда қыздарым жетім ғана болғандықтан соларға мөлшерлеп жасап бердім. Сіздер қажеттеріңізге қарай өздеріңіз ұнатқан жеміс-жидектің барлығын қосып жасай берсеңіздер болады. Және де бұл қонақ шақырғанда дастарханыңызда ерекше салаттың бір түрі болып тұрады. Ол кезде де жасап дастарханыңыздың сәнін келтірсеңіз де болады. Келесіде бананды турайтын боламыз. Керек емес жерлерін алып, сыртын алып тастайтын боламыз. Бананды өзіңіз қалаған формада кесе бересіз. Мен домалақ етіп кестім, ішінде ерекше болып көріну үшін. Қыздар, осылай жеміс-жидектің барлығын турап, үйге ерекше салат түрін жасап беріп, отбасы мүшемізді қуантып отырайық. Бір жағынан бұл витаминге толы болғандықтан, екінші жағынан отбасы мүшелеріңізді қуантып, ерекше салат жасайсыз. Келесіде мен апельсинді салдым, оны да сыртын алып тастаймыз. Қабығын, ішін жеке-жеке ажырататын боламыз. Апельсинде витамині өте көп, витаминге бай жемістердің бірі. Мен апельсинді бір тазалап алдым. Тазаламай қоса беруге де болады. Менің қыздарым кішкентай болғандықтан арасынан теріп тастамас үшін өзім алып тастадым. Келесіде құрманы да қарайып тұрған керек емес жерлерін алып тастаймыз. Бұны да өзіңіз қалаған формада кесе бересіз. Мен кубоктап турадым, үлкен-үлкен етіп. Қатты майдаласақ, құрма өте жұмсақ болғаннан кейін езіліп кетпеу үшін үлкен етіп турадым. Ішіндегі дәндерін міндетті түрде алып тастаймыз. Қыздар, осылай салатты жасай береміз. Әйел заты болғаннан кейін бір-бірін құрастырып, керемет салаттар жасаймыз, керемет тамақтар жасаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Тағы да естеріңізге сала кетейін. Менімен бірге асхана ханшайымы болыңыз. Күнделікті оңай әрі жеңіл салат түрлерімен ыстық тамақтарды бірге жасайтын боламыз. Осымен біз барлық жеміс-жидектің бәрін турап болдық. Оған енді өзіңіз қалаған йогуртты алып араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Ешқандай тұз, ешқандай артық зат қоспайсыздар. Ештеңе пісіріп әуре болмайсыздар да. Осылай аласыздар дағыны кесіп йогуртты салып араластыра саласыздар. Өте оңай, әрі жеңіл, әрі витамин салатымыз дайын болды. Осымен салатымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына бересіздер. Қонақ күткенде де өте ерекше, ал балаларыңызға жасап берсеңіз, бұл да ерекше салат түрі болады, сүйсіне жейтін болады.
Достар, менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Мәрзия. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.